Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Марғұлан Ақан сана биігінде жолығу, алып қашу келісімсіз. Ең алдымен арнамызға жазылып лайк басыңыздар. Осыдан үйге қызды алып қашып келсең, аяғыңды сындырамын дейтін әкемнің сөзін екінші курс оқып жүрген кезде естідім. Сол тұста университет қабырғасында таныс жігіттер қыз алып қашатынын, оның қызық екенін, қызды әлі толық танымаса да әдемі екенін, сырттай бақылап көргенін айтып отыратын. Осы бір үрдіс әңгімемен университет бітіргенше айтылды. Ай санап қыз баса басылған емес. Сол тұста мен танитын, көз көрген қанша жігіт қанша қыздың тағдырын жоқ қылып жіберді екен, Құдай біледі. Бақытты болып кеткендері де бар. Әрине, мұндай кейсті де жоққа шығаруға болмайды. Тек біз бақытты болып кеткендердің өміріне емес, бақытсыз болып қана қоймай, бүкіл бір өмірін құрбан қылып жіберген тағдырдың өмірін есепке аламыз. Неге? Себебі адам өмірге бақытты болуға, жақсы өмір сүріп, кейін қайта өз мекеніне қайтуға келеді. Ал сол Құдай берген ғұмырды бәз біреу ұрлап қана қоймай, далаға тастап кетсе ше? Адам қатарына қоспақ түгілі жабайы өмір салтына салып, қыздан тек тамақ істеуді, үй жинауды, бала тууды ғана талап ететін күйеуге айналса ше? 1600-1700 жылдарға оралайық. Ол қай заман, қай кезеңі? Дегенмен сол тұста билік құрып қана қоймай, қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы бойынша 7 жарғы деген заң жазған Тәуке ханның да жинағында осы алып қашу мәселесі айтылған. Онда қызды келісімсіз алып қашқан ерді азаматқа серлікке баламаған, керісінше кінәлаған және заң жүзінде өтеуін де жазған. Қазір есіктің алдында 2022 жыл деп айтқанымыз болмаса, кей әрекетіміз әлі сол Тәуке хан тұсында болған нәрседен арылған жоқ. Көзіне түскен қызды топ жігіт болып келіп алып қашып, содан бақытты отбасын жасаймын деген жалаң ойға берілген жігіттердің әлі де бар екенін ешкім жоққа шығара қоймас. Заң жүзінде тыйым салып соттап жіберуге дейін апаратын шара болса да, кей алыс аудандарда, ауыл аймақтарда бұл өзара іштей жүзеге аса береді. Ал қыз үйге кірген күннен бастап өзінің таңдауын, үні бар екенін ұмытады. Бақыт сол үйден тапса көнеді. Ал бақыт емес тозақ көріп тұрса да, ештеңе дей алмастан күйеу не дейді, ата-енесі не дейді, әке-шешесі қабылдай ма деген ардан арыла алмай, ақыры құсаланып, өзінің тағдырын өзі тар қапасқа салып береді. Қоғамда түрлі топ, түрлі мәдени өкілдің адамдары болатыны түсінікті. Қоғам болған соң болады деп те қабылдау заңдылық. Дегенмен күресу, соның жолындағы адам тағдырын аман қалуға деген үлес осы бір ой болса, мен жазуға дайынмын. Иә, біз қыз баласына тұлға ретінде қарамағаннан кейін алып қашуға ниет білдіреміз. Қызды таныса білсе бір жөн, оның өзінде ақтап алуға болмайтын нәрсе бар. Мүлде бейтаныс, бір рет қана көріп, сыртқы формасына қызығып, не бір ортада көрсеткен қылығына бола алып қаша салу, үйіне апарып тағдырын тас-талқан ете салу дегеніңіз қандай әділеттілік болады? Осыдан кейін-ақ қыздардың өздеріне деген сенімі, тұлғалық қабілеті төмендей бастайды. Екінші сорттағы адамға айналған сайын, олардың саны көбейіп, сол өмірді сүруге мәжбүр болған сайын, солардың өмірін, жеңгесін, келіннен көрген жігіттер не істейді? Онда тұрған ештеңе жоқ екен. Әйел деген екінші сорттағы адам ғой деген адасқан ойға желікпей ме? Иә, солай. Жекеме осыдан 1 жыл бұрын хат келді. Онда Қарақалпақстаннан елімізге қонақ келіп, бір жігіттің көзі түсіп, бұл қызды танымастан алып қашып кеткен. Сол қыз қазір 3 бірдей баланың анасы екен. Бұлай қарасаңыз, 3 баласы бар, қандай бақытты ана деп қояр едіңіз. Шүкір, Құдай ұрпақ берген екен, оның өз берекесі бар.
Алайда бұл жердегі шүкір Құдайдың берген ұрпағына айтылып тұр. Ал ана келіншектің тағдыры ше? Ол кісі маған бірнеше аудио, бірнеше хат жазды. Бәрінде тек негатив. Алып қашып кеткелі өзінің әке-шешесін көрмеген, жібермеген үйіне. Сондағы әңгіме, қыз үйіне қонақ екен де әке-шешесін күйеуге тиген соң көрмеу тиісміз. Иә, мұндай ойға жүрген отбасы әлі де бар. Бола да беретін секілді. 9 ай көтерген анасын, мәпелеп өсірген әкесін көруге жібермейтіндей не күн туды? Алып қашу қылмыс. Менің ойым осымен толық келіседі және соны қолдаймын. Әрине, қыз жақтың той жасауға шамасы келмесе, алып қашу деген нәрсеге әкелетін болар. Меніңше, оны екі жақ келісе отырып, өзара шешкені дұрыс. Заман басқа. Қазір көзқарас өзгерген. Ұят пен арды кез келген нәрсеге әкеліп айта берудің қажеті жоқ. Себебі ұят болады дегеннің мәні басқада еді. Біз бүкіл нәрсеге теліп қойдық. Мәселен, қыздың ұзатуын жасай алмауының ұялған әке, не ана бәрін жинап қойып алдымен абыройды, ұятты бірінші орынға қояды. Кешіріңіз, меніңше ұят қалсын. Тек мәпелеп өсірген қыздың да тағдырын, оның да өмірін ойлаңыздар. Алып қашу деген нәрсе соңғы шешім емес қой. Тойсыз қазақ далада қалып, өмірі күлге айнала ма? Жоқ. Қуанышқа қуану үшін той жасау міндетті емес. Жағдайыңыз жетіп тұрса, жасаңыз. Қандай жағдай болмасын, адамның адамдығы бәрінен жоғары тұруы тиіс. Адамдық бар жерде ақыл да тәрбие де болады. Адамдықтан ада қалғандардың ойында тек қызық көру, сынап көру тұрады. Сол қызық әрі сынап көрген әрекетінен сабақ болса қане? Жоқ, сабақ алу дегенді тек өз басымызға түскенде, проблеманың түбіне тереңнен кеткен кезде білеміз. Оған дейін адам баласы ешқашан қателік жасамайтындай, өзінің істегенісін ақтап алуға тырыса береді. Міне, осы қателіктің ішінде әділетсіздіктің ең сорақы түрі болады. Соның бірі алып қашу. Алып қашып келгеннен кейін сол қызға келін ретінде қараудың басқа формасы көрініс береді. Келініміз деп формальды түрде айтылғанымен, үй ішінде ол құлдың күйін кешеді. Бәрі емес, бірақ бәрінің ішінде осы ақымақтықты жасап отырған отбасылар бар. Адам тағдыры адамның ойыншығы емес, ол Құдайдың жаратқан жаратылысы. Ендеше оның еркін тыныстап өмір сүруіне, жақсылыққа ұмтылып иман жолында, алған тәрбиесінің негізінде айналасына, жақындарына көмектесуге, оларды қуантуға толық қақысы бар. Оны басқалардың тартып алуына болмайды. Әсіресе алып қашуға қатысты мәселеде жігіттердің барынша ақылға салуына, ойлануына, шешім қабылдар кезде әйелін алып қашқандардың мақтауын ести бергенше, бір сәт жапа шеккен де қыз тағдырын естігені жөн. Ақыры жіптің екі ұшы бар екен, бір жақты қарай берудің ақыры қайғылы жағдайға апаруы мүмкін екенін ескеріңіз. Осымен бүгінгі әңгімеміз тәмам. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.